Барлықтарына сәлем, бұл Мәншүк, менің қазақша YouTube каналым. Бүгінгі тақырып барлығымызға өте жылы, өте жақын, жаздың кезінде демалатын жерлер, демалуға баратын жерлеріміздің бірі бұл тауға пикникке шығу. Егер сіз Алматыда болсаңыз да, жаз ыстық кезде біз барлығымыз да өз семьямызбен, туысқандарымызды алып пикникке шығамыз. Мен жақында туысқандарымыз Астанадан келіп, біз пикникке шығатын болдық, спонтансыз, ешқандай дайындықсыз. Сол кезде біздің жасаған қателіктеріміз, яғни сіз егер пикникке баруға дайындалып жатсаңыз, осы қателіктерді жасамауға тырысыңыз. Біріншіден кеттік. Егер ода 10 адамнан көп болсаңыз, транспорт ретінде бірден маршрутка дейді ғой, жаңағы кішкентай мини автобус заказ беріңіз. Өйткені егер сіздің өзіңіздің машиналарыңыз 2-3 машина болмаса, онда бірден жаңағы мини автобусты жалдаңыз. Өйткені сіз мысалы медеуге бір жерге тауға шықсаңыз, дәл сондай ақша жаңағы таксиге барып келуге кетеді. Ал егер маршрутка мини автобус кондиционері жұмыс істеп тұрса, барлығымыз бірге отырып, бірге қайтатын боламыз. Уақытты да үнемдейді, өте және бәріміздің бірге барып келуімізді қамтамасыз. Екіншіден, 8 литр судың қажеті жоқ. Егер сіз ешқандай шашлык жасап, табиғатта мысалы тамақ пісірмейтін болсаңыз, онда ондай көп судың алудың қажеті жоқ. Өйткені бізде ол сусындардан басқа, мысалы тәтті сок, шай, сусындар болды. Және де осы 8 литр суды да бірге алып кеткенбіз ғой, қателікпен. Сондықтан оны көтеріп жүру, тауға алып шығу, бір адам яғни көтеріп жүру керек ол суды. Сондықтан бұл қателікті жасамаңыздар. Я ыстық кезде су көп ішу керек, бірақ әр адам мысалы егер мысалы 2-3 литр жетеді, 2-3 литр, және мысалы сіз ыстық шай алып бара жатсаңыз, ішетін балаларға сок алып бара жатсаңыз, сол жеткілікті. Это надо на видео снять, да, как спускались? Да. Үшіншіден, ойнайтын қызық ойындар алып барыңыз. Бұл біз алып бардық, ойнадық, өте қызық болды. Бұл қателік емес, бұл керісінше сіздерге жаңағы кеңес. Командаларға бөліп ойнайтын өте қызық ойындар өте көп, соларды алып кетуге ұмытпаңыздар. Төртінші, локацияны таңдап сол жерде кездесеміз деген ұйымдастырған адам өзі бірінші болып сол жерге жету керек. Біздің случайда, яғни мен жаңағы мен інім бару керек еді, өзі жаңағы сол жерді жаңағы бізге айтты, барамыз деп, осындай жерде кездесеміз деп бәрін түсіндіріп айтты. Бірақ өзі ең соңында бізге қосылып келді. Сондықтан келесіде, мысалы, біреу ұйымдастыратын адам болса, жаңа локацияны таңдаған адам болса, ол міндетті түрде бірінші бару керек деп ойлаймын. Бесінші, пикникке табиғатқа күндіз ыстық уақытта 12-ден кейін июльде шығу ол қателік. Шықсаңыз таңғы 6-7 арасында шығып кету керек. Я, түсінемін, туысқандармен, балалармен таңертең ерте тұру қиын, бірақ тырысыңыз таңертең 10-ға дейін шығып кетуге. 11-ден кейін, 12-ден кейін шықсаңыз, күн ыстық кезде тауға шықсаңыз, яғни терлейсіз, шаршайсыз, жаңағы шаршап кетесіз. Тауға барсаңыз, міндетті түрде жылы киім алып барыңыз, тіпті ыстық жаздың өзінде де. Өйткені білеміз, тауда мысалы салқын болады, сондықтан ұмытпаңыздар. Үстіңізге жеңіл денеңізді жауып тұратын киімдерді кию. Мысалы, шорты, қысқа киімдердің киюдің бір жаманы, ол мысалы әртүрлі жаңағы масалар, шыбындар, насекомыйлар, жаңа өсімдіктер, шөптер, жаңағы сіздің аяғыңызды, балалар болса, жырып кету, тиіп кету, тістеп алу болады. Сондықтан мысалы өте жеңіл киім, жабық киім кисеңіз өзіңізге де жақсы, ыстық болмайды, жеңіл спортивный киімдер өте жақсы болады. Ол қорғайды, сізді шақпайды, жырып кетпейді.
Жетінші, міндетті түрде масадан жаңа кез келген насекомнан қорғайтын спрейді алып кетуге ұмытпаңыз. Спрейді жағып аласыз, ол оңай, зато жаңағы сізді ешбір шыбын, ешқандай маса еш нәрсеңізді шақпайды. Әрине, күннен сақтайтын SPF кремді де ұмытпаңыз, оны жағып шықсаңыз да үйден қалтаңызға салып алыңыз. Сегізінші, әрине ең бастысы, бұл ұмытып кетпеңіз алуға, бұл жерге төсейтін көрпе. Біз ең соңғы минутта біздің туысқанымыздың біреуі есімізге түсірді, алып кеттік. Ал көрпе жаңа болмаса жайып отыратын, яғни пикниктің де өзі болмаушы еді. Осы 8 нәрсені ұмытпайық пикникке барған кезде. Уақыттарыңызды жақсы, табиғатта күшті уақыт өткізіңіз. Рахмет!